Барлықтарыңызға сәлем. Математика 3 сынып 100 сабақтың есептерін шығарып көрсететін боламын. Текше тікбұрышты параллелепипед деген тақырып. Бірінші есеп. Фотограф объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазбада А, Б, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында орналасқан дейді. Ал жақсы. Мына есепте қараңыздар. Бер жағында А тұрса, онда оң жағында F тұрады. Мына жақта F тұрады. F. Енді мына жағында B тұрады. А-ның астында С тұрады. Ар жағында D, үстінде Е тұрады. Е тұрады. Сонда оң жағында F тұрады. Сол жағында B тұрады. Және де артында D тұрады. Астында C тұрады. Үстінде Е тұрады. Текше сағат тілімен айналдыр. Үшінші рет айналдырғанда қай суретке келеді? Так, бірінші рет айналдырған кезде бір былай болды, үстінде үшінші рет айналдырған кезде мынау жатпайды. Үстінде өткенімде қызыл. Мына қызылдар байқап тұрсыздар ма? Үстінде қызыл тұр міне. Үстінде қызыл. Енді мына жерде тұрмайды. Солай ма? Бұл уже мына жағында тұр. Мына қар деген ар жағында тұр. Значит, мынау болмайды. Так, мына жерде мына қызыл. Тағы бір рет айналдырған кезде мына жақта тұру керек. Так, төртінші рет айналдырған кезде мына жақта тұр. Демек, қазір мына жерде тұрады. Мына жасыл, қараңдар, жасыл мына жерінде тұр, қызыл мына жерінде тұр, Демек, бұл дұрыс емес, Сол үшін мынау B жауабы болады. B жауабы болады. Кез келген босаған қорапты ал, оны ашып беттерін жаз. Жазбада бірдей қанша фигура шыққанын қара. Тікбұрыштылар қабырғалардың ұзындығын тапты. Бұл яғни еңбекпен байланысты есеп. Қағаз алып өздеріңіз жасап көресіздер. Бесінші есептің асы. Есепті әртүрлі тәсілдермен шығар. Қандай тәсіл ыңғайлы неліктен? Фотограф әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда 30 баладан фотоға түсіреді. Ол 4-ші аптада қанша баланы фотоға түсірді? Әр барғанда 30 баланы. Әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Ол 4-ші аптада. Бірінші аптада бірінші аптада 5 рет барды. Кажды барған сайын 30 баладан фотосуретке түсіреді. 30-ға көбейтсем 150 болады. Енді 4 аптада қанша болады? 150-ді тағы көбейтсем 4-ке, сонда бізде 600 болады екен. Сонда жауабы 600 баланы суретке түсірді. Суретке түсірді. Есептегі деректерді өзгеріп қайтадан шығар дейді. Ол 4 аптада 600 баланы түсірсе, былай жазайық, 4 аптада мынау әсі 600 баланы суретке түсірсе, және әр апта әр барғанда 30 баладан түсіреді. Жоқ, бізге айтып тұр, өзгертіп қайтадан шығар дейді. Өзгертіп қайтадан шығару керек болса, онда біз былай жасаймыз. Бір аптада былай жасайық. Ол, мысалы, әр апта сайын 6 рет барсын. Және әр барғанда
50 баладан түсірсін. Сонда 4-ші аптада қанша баланы суретке түсіреді? Онда біз 6 реттен барса және әр барғанда 50 баладан түсірсе, онда 300 бала болады. Енді 4-ші аптаны табу үшін 4-ті 300-ге көбейтсем 1200 болады. Теңдеулерді шеш дейді. Y азайтамын 165 тең болады 620 қосам 173. Y азайтамын 165 тең 793. Y тең 793 қосам 165. Y 8, 15, 9. Тексерем. 958 азайтамын 165 тең 620 қосам 173. Так, 793 тең 793. Келесі А бөлім 15-ге тең 54 бөлім 18-ге. А бөлім 15-ге тең 3 болады. А тең 3 көбейтсем 15. А тең 45. Тексерем. 45 бөлемін 15 тең 54 бөлім 18. 3 тең 3. Келесі 800 азайтам x тең 507. Так, 870 азайтам 610. 800 азайтам x тең болады 260. X тең 800 азайтам 260. X тең 40, 540. Тексерем. 800 азайтам 540 тең 870 азайтам 610. 260 тең 260. Келесі Y азайтамын 420 тең болады 600 азайтамын 56. Y азайтамын 420 тең болады 544. Y тең 544 қосам 420. Y тең 964. Тексерем. 964 азайтам 420 тең 600 азайтам 56. 544 тең 544. Келесі 55 көбейтсемін x тең 820 азайтам 710. 55 көбейтсемін x тең 110 болады. X тең 110 бөлемін 55. X тең болады 2. Тексерем. 55 көбейтсемін 2 тең 820 азайтам 710. 110 тең 110. Келесі соңғысы 300 азайтам x тең болады 42 көбейтсем 2. 300 азайтам x тең 84. X-ті табу үшін 384 азайтам. X тең 216. Тексерем. 300 азайтам 216 тең 42 көбейтсем 2. 84 тең 84 болады. Келесі есеп, 7-ші есеп. Терде 2 дос жарысуда. Олардың әрқайсы қанша ұпай жинағанын анықтаңдар. Мынау 40 ұпайды береді, мынау 30 ұпайды береді. Мынау 40, мынау 30 ұпай. Так, 40-тан үшеуі бар алмаста. 40-тан бізде 1, 2, 3 бар. 120 болады. Және 30-тан үшеуі бар. 1, 2, 3. 30 көбейтсем 3, 90. Сонда алмаста барлығы нешеу? 210. Алмаста 210. Енді қайраттықын тексереміз. Так, мынадайдан нешеу бар? 3 бар. 40 көбейтсем 3, 120. Және мынадайдан нешеу бар? 4 бар. 30 көбейтсем 4, 120. 120 қосу 120 тең 240.
Қайратта 240. Олардың әрқайсысы біреуі 210, біреуі 240 болады. Бірінші суретке үстінен қараған қай фигура сәйкес келеді? Бірінші суретке үстінен қараған бізде мынау сәйкес келмейді. Мынау сәйкес келмейді, өткен мына жерінде сурет тұр. Бізге ә сәйкес келеді. Сурет сәйкес келеді. Сурет сәйкес келеді. Осымен сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.